Махаббатсыз дүние бос. Әңгіме. Махаббат туралы талай ақын мен жазушылар жазатынының бәрін жазып тауысқан секілді. Бұл тақырыпқа келгенде Абай атамыздың «Махаббатсыз дүние бос, хайуанға оны қосыңдар» деген сөзі есіме түседі. Меніңше махаббат деген сүйемін деген сөзбен бірге болып үйленумен анықталмайды, шектелмейді. Ол ғашықтықтан да сүюден де артығырақ, ауқымдырақ ұғым. Адам махаббатты сезіне білу үшін ең біріншіден ол жаратушыға, оған өмір берген үшін, адамзатқа табиғатты мінсіз етіп жаратқанын бағалап, соған шүкіршілік ете білу арқылы анасына 62 тамыры иіп, түн ұйқысын 4 бөліп, осы күнге дейін жеткізгені үшін оны сыйлау арқылы сезіне алады. Адал махаббат, пәк махаббат тек қана жаратушыға, ана мен бала, әке мен бала арасында болатын секілді. Бала анасын сұлулығы үшін, мінезі үшін, не байлығы үшін жақсы көрмейді, тек қана анасының бар болғаны үшін жақсы көреді. Ал ана да баласын бір қасиеті үшін емес, тіпті баласы кім болса да аман жүруін тілеп жақсы көреді. Яғни бұл махаббаттың ешқандай шарты жоқ. Ал ер мен әйел арасында адал махаббат болуы мүмкін бе? Мүмкін болса, ол қандай? Қазіргі таңда жалпы махаббат ұғымы құнсызданып кетті деп жүрмін. Меніңше оның себебі қазіргі қоғамда адамгершіліктің төмендеуі, сыйластықтың жоқтығы. Қарапайым сыйластықсыз махаббат болуы мүмкін емес. Демек, өз ата-анасын сыйлай білмеген ұл не қыз өз жұбайын сыйлауы, араларында махаббаттың болуы екіталай нәрсе. Махаббат деген сүйдім, күйдім, сенсіз маған өмір жоқ деген құр сөз емес. Ол қарапайым күйбең тіршілік кезінде сүйе бола алу. Яғни өзіңнің талаптарың мен қажеттіліктеріңді дауламай, керісінше жұбайыңа мейірім, түсіністік сыйлай білу. Әрине қазіргі нарық заманында бұның бәрі бағалана бермейді. Жастар көбіне-көп нәпсіне еріп, белгілі бір есепке салынып кетеді. Сөйтіп жұбай таңдайды, үйленеді, үй болады. Бірақ уақыт өте келе сұлулығына, не байлығына, ауқатты туысы болғанына, тағы басқа заттарға қызығып қосылған адамның қарапайым адамгершілігінің төмен, жоқ екеніне көзі жеткеннен кейін от болып жанған ғашықтық, сүйіспеншілік су сепкендей басылады. Кішкене қиындыққа төзе алмай немесе өзін ғана ойлап жұптар айырылысып жатады. Сондықтан жеке менің ойымша, махаббат қол ұстасып өмір бойы қуанышың мен қайғыңды бірге бөлісіп, бір-біріне сүйе бола білген, сатқындық жасамай, бір-бірін бағалай білген адамдардың арасындағы ғашықтық пен сүйіспеншіліктің жалғасы іспеттес болуы мүмкін. Яғни махаббат болу үшін көпті бірге көріп, оған еңбегің сіңіп, өміріңнің қымбат бөлігін арналуы шарт. Жақындарыңызды, жарыңызды бағалай біліңіздер. Достар, әрқайсымыз өз махаббатымызға адал болайық. Қазақша каналым ұнап жатса, мені қолдап тіркелуді ұмытпаңыз. Рахмет.